Соно кеңес заманында нөсердей күркіреп, атағы дүркіреп, одақ ыдырағаннан кейін берекесінен айырылғандай күй кешкен Жаңатасқа қазір жан кірген. Өндірісі өрге басып, өнімі белден асып, өркен жайған Сарысу жеріне табан тіредік. Армысыздар ардақты ағайын, эфирде Әулие ата әлеуеті хабары. Сіздермен бірге Думан Мұхаммедқали. Сарысу ауданы Жамбыл облысының оңтүстік батысында орналасқан. Солтүстігінде Мойынқұм ауданы мен оңтүстігінде Түркістан облысымен және Талас ауданымен шектеседі. Ауданның жер көлемі 31,3 мың шаршы шақырым. Халық саны 44 мың адам. Аудандағы 26 елді мекен 9 ауылдық округке және 1 қалалық әкімшілікке біріктірілген. Аудан орталығы Жаңатас қаласы. 27 жылдың ішінде 50 мемлекетке кіру туралы елбасының тапсырмалары бар, нақты 100 қадам тапсырмалары бар. Ол бойынша біздің ауданда үлкен шаралар өтіп жатыр. Бірінші алатын болсақ, сол 91 жылдары мысалға өнеркәсіп біздің аудан өзі 3 салаға бөліп отырмыз да, ауданның экономикасын көтеру бойынша. Ең бірінші бізде өнеркәсіп саласы. Ол 40%-дан жоғары. Екінші мысалға мал шаруашылығы, үшінші жаңағы бизнес саласы. Кәсіпкерлер, сол өнеркәсіп саласын алатын болсақ, мысалға 91 жылдары біздің өнеркәсіптің саласы 213 миллион болды. Ал 17 жылдың қорытындысы бойынша, 19 миллиардқа шықты. Ол деген керемет емес пе? Бағдарлама жүргізушісі аудандағы тұз өндіретін үлкен кәсіпорынға келді. Асыл тұз компаниясы бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасымен индустриялық инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында салынды. 75 адам қызмет атқаратын зауыттың өндірістік қуаттылығы жылына 50 мың тоннаны құрайды. Өндіріс ошағы бір ауысым кезінде 30 тонна килограммдық тұз бен 40 тонна ыдыстағы тұзды шығаруға қауқарлы. Кен орнынан келет, соның түбі болып үйлет, площадкаға алаңға. Сол алаңнан погрузчикмен бункерге берілет, заводқа кірген бірінші процесс. Одан келетте сумен жуылады. Әдейі бассейнде тұзды су дайындалған рапа. Сонымен жуылады. Одан кептіруге беріледі. Кептірілге сон ұнтақтауға беріледі. Белгілі мөлшерде фракциясына жеткенше ұнтақталады. Одан есеп бойынша 1 тоннаға 40 грамм есебінде йод қосылады. Сөйтіп неге беріледі? Пакеттерге, фасовкаға да. Зауытта барлық техникалық және логистикалық жүйе қамтылған. Бұл кәсіпорыннан ай сайын 800 тонна өнім өндіріледі. Кәсіпорыннан шыққан өнім Қырғызстанға және Ресейге экспортталады және Қазақстанның барлық аймағына тасымалданады. Біздің Сарысу ауданының байлығы жеткілікті. Өшерден 220-250 километрде біздің ең соңғы ауылымыз бар. Ол Жайылма, Қамқалы, Шығанақ деген. Қамқалы ауылында 3 кәсіпорын жұмыс жасап жатыр. Осы тұз өндіру. Ол жаңада айтып отырып, біз табиғи Алланың берген тұзы. Мысалға бүгін 5 тонна қазбасаң, таң атқаннан кейін 5 тонна өзі келіп тұрған тұз. Сол заводты өндіру, сол тұзды өндіру заводын біз былтырғы жыл 2 жылдай жоспарлағанбыз. 2 жылда сол былтыр биыл ашылды ол завод. 50 мың қуаттығымен ашылды және де 83 адам қабылдап жұмыс жасайтын болады. Бүгінгі уақытта оның жылдық көлемі 50 тонна. Олар бүгінгі уақытта
өз тұздарын ұнтақтап, мен жағада айтып отырмын, Қызылорда облысының тұзынан көрі біздің тұздың сапасы өте жоғары болып отыр. Ол қазіргі уақытта Қазақстанның барлық жеріне және де Қырғызстан қалпына шығарып отыр. Асыл тұз зауытындағы үдемелі қозғалыс жүйесі автоматтандырылған. Украина мен Ресейден әкелінген заманауи құрылғылар өндіріс жұмысын жеңілдеткен. Сондай-ақ кәсіпорынның тұз сақтайтын жеке қоймасы бар. Өндіріс кезінде тұзға йод қосылады. Ол тұтынушылардың денсаулығына зор пайдасын тигізіп, йод дефицитін алдын алады. Еврохим минералдық химиялық компаниясына тиесілі Еврохим Қаратау кәсіпорнының Қазақстанда ресми қызметін жүргізе бастағанына биыл 5 жыл толды. Қазақстан Республикасы үкіметі және Еврохим компаниясы арасындағы ынтымақтастықтың тарихы 2012 жылы инвестициялық жоба жөнінде мәмілеге қол қойылған сәттен бастау алады. Дәл осы жылы Еврохим Көкжон кен орнындағы фосфат шоғырының іш тілімін игеру үшін жер қойнауын пайдалану жөнінде лицензия алған. Қазіргі уақытта Жамбыл облысының аумағында компанияның 3 кәсіпорны қызмет етеді. Еврохим Қаратау солардың ішіндегі көшбасшы кәсіпорын болып табылады. Жалпы инвестиционный жаңағы жұмыс сол 3 этапқа бөлінеді бізде. 3 этапқа бөлінген үкіметпен дорожный картаға и карта индустриализация дейді, соған кірген болады жоба. Бірінші этап бойынша бұл жаңағы строительство химического комплекса мощностью не менее 1 миллиона тонн руды в городе Жанатас, разработка фосфоритовых месторождений бассейна Қаратау деп аталады инвестиционный жаңағы жобамыз бойынша. Бірінші этапында ол жаңағы құрылыс жұмыстар жүргізіп, бұл жерде кен орны Аралтөбе деген соны қосып, оған жаңағы ұнтататын участогын жіберу керек, содан кейін оны артатын темір жол жаңағы салыну керек болды. Сол этапы 2015 жылы іске қосылды. Бүгінгі күні Еврохим Қаратау кәсіпорны жобаның алғашқы кезеңін аяқтап, фосфорит кенін өңдеу және бастапқы қайта өңдеу бойынша жоспарланған қуаттылығына жетті. Бірінші кезеңге құйылған инвестиция көлемі 126 миллион ақш долларын құрап отыр. Екінші кезеңнің 70% жұмысы аяқталып болды. Химиялық зауытты толықтай іске қосу 2021 жылға жоспарланған. Қазақстанда Еврохимнің қатысуымен 2000 жұмыс орны құрылды. Кәсіпорындарда жұмыс істейтін қызметкерлердің шамамен 85% Жамбыл облысының тұрғындары. Еврохим бүгінгі уақытта жұмыстарын атқарып жатыр. Бүгінгі жасап атқандары айтып отырық қой, 1 миллион доллардай инвестиция салып, жылда өз тірлігін жасап жатыр. Бұл бірінші этабы олардың тау-кенттегі шыққан тастарды дробить етіп, фосфордық мука дейді ғой, оны жасап, оны тақтап, оны қазір өзінің Ресейіндегі заводтарға. Елбасы мен президентіміздің келісімі және өкіметтің келісімі бойынша ол өшерде завод соғу керек, оны тақты өшерден шығару керек еді. Ол біздің жоспар бойынша 18-20 жылы екінші этап басталу керек еді. Олардың енді кішкене бір жылға созып отыр, 19 жыл бастаймыз, 21 жыл бітіреміз деп. Химиялық кешен құрылысы аяқталған соң, өндірісте 1000-ға тарта маманды және сабақтас салаларда 2000-нан аса адамды жұмыспен қамту көзделген. Бүгінгі өз біздеріміз жоспарымыз бар. Жаңағы ол үшін жаңағы жаңғыз бір Еврохим тыңайтқыш компания бұл жерде тіркелмеген, жаңағы Еврохим компания 3 компания істеп жатыр осы жұмыстың жобада. Ол жаңағы біреуі Еврохим тыңайтқыш Жанатаста, екіншісі Еврохим Қаратау деген головной компания дейміз, оны Алматыда филиалы осы Жанатаста тіркелген, салықта бәрі осы Жанатаста Сарысу ауданы бюджеттен төленеді. Үшінші жаңағы компаниямыз ол жаңағы Сарытас тыңайтқыш деген, ол Қаратауда жаңағы 3-ші этапта завод болады дедім ғой, сол жерде.
2018 жылдың ақпанында фосфорит ұнтағының миллионыншы тоннасы өндіріліп, тұтынушыларға жеткізілді. Ағымдағы жылдың мамырындағы жағдайға сәйкес, компанияның төлеген салық көлемі шамамен 11 миллиард теңгені құрады. Бұл Еврохим компаниясының Қазақстандағы химия өнеркәсібін дамыту бойынша ауқымды істердің навигаторына айналғандығының дәлелі болса керек. Бүркітті елді мекенінде ашылған еңлік шағын орталығы 80 орынға шақталған. Елді мекен тұрғындары көптен күткен бұл балабақшада үлкен, орта, кіші топтарға арналған жеке бөлмелер, жуынатын бөлмелер, бүлдіршіндер тамақтанатын, денсаулықтарын тексеретін орындар бәрі заман талабына сай безендіріліп, жабдықталған. Біздің шағын орталығымыз 2018 жылдың 30 тамызы Қазақстан Республикасының Конституциясына күніне орай осы еңлік шағын орталығы ашылды. Қазіргі таңда бізде 60 бала келіп отыр. Балаларға арнайы өздеріне күн тәртібі қарастырылған. Таңғы 7-тен кешкі 7-ге дейін балалардың осы күн тәртібі жасалып бекітілген. Таңғы 7-тен кешкі 7-ге дейін балаларды қабылдап, оның ішінде 5 мезгіл тамағы бар, арасында ойын түрлері бар, сосын өткізілетін ашық оқу қызметтері бар. Бұл шағын орталық бірінші кезекте жас сәбилер мен ата-аналардың қуанышына айналған. Тазалық, балалардың денсаулығы, тамақ сапасы қатаң қадағаланады. Күнделікті таңертең келгеннен кейін балаларды қабылдап аламыз. Балалардың бәрін денсаулығы, температурасын қарап, дене қызуын өлшеп, қабылдап алып, сосын группаға жібереміз. Күнделікті тазалықты қараймын, тамақтың дайындалуын қараймын, тамақтың несін тексерем, қалай дайындалды, сапасын бәрін тексеріп, сосын балаларға беруге рұқсат береміз. Еңлік шағын балалар орталығы жекеменшік мемлекеттік әріптестік аясында салынған балабақша. Жиһаздың жаңасынан қойылып, ойыншықтың ең сапалысы әкелінген. Бір сөзбен айтқанда, балаларға барлық жағдай жасалған. Ықылас Дүкенұлы кесенесі республикалық деңгейде қорғауға алынған. Қазір бағдарламаның түсірілім тобы осында келді. Ықылас Дүкенұлы мемориалы Саудакент Жаңатас тасжолының бойында орналасқан. Мемориал 1993 жылы халық ақыны композитор Ықылас Дүкенұлының 150 жылдық мерейтойына арнап салынған. Тұтас құймалы темір бетонмен күйдірілген кірпіштен тұрғызылып, оның сыртқы жағы мәрмәр және гранитпен қапталған. Өзара үйлесім тапқан 3 бөлімді құрылыс белдеулік оспен тартылған. Бұл мемориалдық кешен қазір республикалық тарихи өлкетану мұражайының есебіне тіркелген. Мектеп аудан көлемінде мектеп оқушыларын осы кісінің өмір деректерімен таныстыру кезінде арнайы саяхаттар жасалып тұрады. Сырттан келген қонақтарды да ауылымыздың тарихи орындарымен таныстыру кезінде де осында алып келіп, экскурсиялық саяхаттар жасап тұрамыз. Ықылас Дүкенұлы мемориалының сәулеті ерекше, қабырғаларына майшам шырақтарын қоятын қуыстар жасалған. Сондай-ақ тарихи ескерткіштің дәл ортасына мемориалды тақта қойылған. Бұл жерге Ықылас Дүкенұлы жерленген бейітінен, яғни Шығанақ ауылының солтүстік шығысынан Шу өзенінің етегінен бір уыс топырақ келіп, ескерткіш тақтасы орнатылған. Мемориалдық ескерткіш Саудакент ауылының кіреберісінде орналасқан. Ескерткішке алыстан қарасаңыздар, қобыз бейнесі айқын көрінеді. Сондай-ақ Ықылас Дүкенұлының ескерткішінің тағы бір ерекшелігі, жоғары жағында арнайы саңылаулар жасалған. Қатты жел соққанда қобыздың үні шығады екен.